Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisine geldi. Adam balası qaytыс болғаннан кейін, жерге көмеді ғой. Көмгеннен кейін бүкіл денесі жер шіріп жібереді дейді. Бірақ дейді, адамның денесінде құйымшақ деген нәрсе бар ғой, шірімейді екен. Пeygamberimiz hadisine geldi. Адам баласы ананың жатырында бір жүк құйымшақтан басып жаратылады екен. Bir жүк құйымшақ жаратылады, одан кейін барып денесі аяғы бүйтіп жаратылады. Сондай екен. Сол құйымшақ шірімейді екен. Сол құйымшақтан ертең ақиратта сол qaytып çıkardım denden çöp kalın çıkart. Şurası yaptıklarını ölüm çıkarmak demekten geliyor. Sonunda ekan. Onu zerttigen gavamlar, her yerden gavamlar, Amerika, Japoniya, her yerden gavamları ölgen adamı zerttigen. Ölgen adamı algan ekan da birovlar okka salgan, örtegen. Kuyumçağı örtünbeydi biroq. Kuyumçağını alıp mikroskopni tekshirib qarasa, kletkasi әлі тұр дейді. Сырты күйеді, бір ашып жанбайды екен ғой. Біреулер кислота салып алып төксек болса, тағы сондай бүкіл денесі еріп жоқ кетеді, бірақ құйымшақ қалады екен да. Қалыптасы жаңағы құйымшақ клеткалар тірі дейді. Біреулер жаңағы газбен күйдіреді, біреу тоқпен күйдіреді, онда білген істейді ғой. Бірақ ешқандай жаңағы құйымшақ жоғалтамайды ғой. Құйымшақ жоқ жібере алмайды. Қанша жерден әрекет жасалмай жоғалмайды екен. Сол құйымшақтың ертең шөп жерден қалай өніп шығады, тура сол жақта құйымшақтан Алла тағала соны ертең ақиратта қайтып тірілтіп шығарады екен жердің бетінен. Яғни шөп шыққан жақта адам бүйтіп өліп шығады екен жерден. Сондай екен. Одан кейін оның араб тілі ажбу занабин дейді. Ажбу занабин. Ғажайып жаңағы құйымшақ деген мағына береді. Сондай ажбу занабин дейді. Одан кейін Мунаббихат деген кітапты айтады. Мунаббихат деген кітап бар бізде. Мунаббихат мағынасы жүрек оятушы. Жүректерді оятушы. Ескертуші деген мағынасы білдіреді. Сол кітапта айтады. عليكم بمجالسة العلماء واستماع كلام الحكماء فإن الله يحيي القلب الميت بنور حكمته كما يحيي الأرض الميتة بماء المطر. Мағынасы сіздер дейді үлкен ғалым, ілімді, дана кісілермен бірге отырып, солардың уаз насихатын сұхбатын тыңдаңыздар дейді. Өйткені дейді, мысалға өлі жерде ешнәрсе жоқ, Алла тағала жаңбыр жаудырды. Жаңбыр жаудырды, жерден қалай шөп өніп шығады? Қалай жер көгереді? Өлі жер қалай тіріледі? Тура сол жақта адам жаңағы ғалым кісілердің, дана кісілердің сұхбатымен, уаз насихатын әсерімен адамның жүрегі солай тіріледі дейді. Иман күшейеді деп отыр. Адам мына күнә істеп бергенде адам жүрегі қарайып кетеді ғой. Кәдімгі адам көзі көрмейді дейді, бірақ адам жүрегі қара дақ баса береді екен. Қара дақ басқан сайын адам жүрегі қарай беретінде мінезі жаман болады екен. Мінезі біреуге күнәға жақын болады, сондай болады екен. Ал енді кімде-кім құлшылық көп қылып, зікір айтып, Аллахқа құлшылық қылатын болса, оның иманы күшейеді екен да, жүрегі нұрланады екен. Жүрегі нұрланып, адам бетіне шығады екен. Біз қазақта мақал бар, жаңағы иман жүзі деген сөз бар ғой, иман жүзі. Иман жүзі деген сөз мағынасы сол. Иман жүзі деген адам құлшылық қылғаннан кейін жүрегі нұрланады екен да, жүрегі нұрланып, жүрегіндегі нұр бетіне шығады екен да, жүзіне шығады екен да, иман жүзі болып сондай ғой, адам жүзіне қарасаңыз нұрланып тұрады екен. Қарларды, тақуа діндар кісілердің, сондай салих кісілердің, ізгі кісілердің беті нұрланып тұрады екен. Қарасаңыз қарай беріңіз. Ал енді күнәһар адам беті қап-қара болып кетеді. Қараңыздаршы, біз арақ ішетін адам беті қап-қара болып кетеді. Арақ ішетін жаңағы күнә істеп жүрген адамның беті түрмештерді тұрыңыздаршы, түрмештерді. Арақ орасы мысалы, адам шошып жүзі қап-қара болып, қорқынышып тұрады, сұстық тұрады. Олар күнә көп істеген да, сондықтан күнә көп істеген де адамның жүзі қарайып кетеді ғой. Жүзі қара дейді, қазір жүзі қара деген сөз бар ғой. Жүзі қара деген сөз бар, сосын иман жүзі деген сөз бар. Екі антоним бар, қарама-қарсы. Иман жүзді ол жаңағы иманды, құлшылығы бар, зікір, намазы бар, оразасы бар, сондай адамдар иман жүзді болады, жақсы адамдар. Ал күнә көп істеген адамның наоборот керісінше жүзі қара болады екен. Жүзі қарайып, жаңағы жүрегінің қарайғаны, қара несі жаңағы жүзінен шыға дегенде қара бет қап-қара болып кетеді. Адам көп істемейді, сондай сұсты адам жаңағы жүрген тұратын, сондай қорқып тұратын сұсты болады сондай. Құрметті жамал сондай. Намаз оқылады. Білген кісілер бірақ, білмеген кісілер басқа сұрақ оқи берсе болады. Бір ракатқа бір фатиха, үш қадір сөз оқылады. Екінші ракатқа бір фатиха, үш ықылас сөз оқылады. Үшінші, төртінші ракат тура сол оқиды. Бірінші неге жаңағы бірінші ракатқа бір фатиха, үш қадір сөзі, екінші ракатқа тағы да бір фатиха, үш ықылас сөзі. Төрт үшеуден қадір сөзі. Бір фатиха, бірінші ракатқа. Үш қадір сөзі. Білмеген кісілер инна атайна сөз болады. Инна атайна басқа кез сөз болады. Екі ракат жаңағы неге? Жеке қой. Нәпіл жеке қыласың.
Bu taravih emas bu. Nafil namaz. Biraz sonra yine-